жарты килограмм ұн алып аламыз. Екі жүз 15 миллиграмм су дайындаймыз. 215. Он грамм тұз саламыз. Және бір жұмыртқа саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, осы сумен жұмыртқаны, тұзды барлығын араластырып аламыз. Жақсылап үйіншікпен араластырамыз. Біркелкі массы болғанға дейін. Міне, көрдіңіздер ғой, біркелкі массы болды. Жұмыртқа мен су бірге араласып кетті. Ұнымызды аламыз. Осы ұнымыздың ортасын ашып аламыз осылайынан. Енді осы ортасына мына суды, дайындап алған суымызды құямыз. Менде домашний жұмыртқа, сондықтан сап-сары болып тұр. Енді осы тестіні ары қарай илейміз. Ешқандай біріктірмейміз, тек жаймен ғана араластырып отырамыз. Осы су мен ұнды. Осылай араластырамыз. Араластыру барысында осындай крошка пайда болуы керек, осындай крошка болып шығуы керек. Осындай деңгейге дейін араластыра береміз, және де осы суымызды аз-аздан құйып отырып қамыр илейміз. Жерге құймаймыз, әр жерге шашып, суды әр жерге шашып тұрып құямыз. Бір жерге төгіп құймаймыз. Себебі сол жерге ұн суды қатты сіңіріп алуы мүмкін, сол жері бір ғана жері, ал қалған жерлерге бармай қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды, суды себелеп отырып құятын боламыз. Бұл міндетті түрде. Міне бізде уже ұнымыз бірге бастады жаймен, бірақ біз оны біріктірмейміз, тек осылай араластырып отырамыз. Лагманның тестісінің құпиясы осында, оны осылай жаймен араластырып отыруда. Тек әшейін қамыр илей салмаймыз. Бұл қамырдың илеу техникасы, лагманның қамырының илеу техникасы осында. Енді осыны біз біріктіріп шығамыз бір-бірімен. Илеу. Тестінің түрін қараңыздаршы міне. Мынандай арасы тығыз өте, жұлған кезде ауыр жұлынады. Бетіп сразу бетіп жұлынбайды, сразу тек жұлып алатын. Жұлып алатын тесті болып тұр. Сондықтан осылай болуы керек. Жұлып аласын тек бұлайынан. Осындай болуы керек тесті. Бұлбыр болмауы керек. Бізде міне азғантай ғана суымыз қалды. Бұл суды тек әшейін себелеп шығамыз бірігу үшін. Негізінде судың қажеті жоқ уже маған. Кішкене ғана су қалды. Айтатын тағы да бір нәрсе, бұған жай ғана жұмыртқаны қоспай-ақ тек су және тұздың көмегімен де илеуге болады. Егер де қамырымның түсі сары болғанын қалаймын десеңіз, жұмыртқа қосуыңызға болады. Менде сап-сары болып тұрған жақсы көремін. Және қамырды міне осылай иледік. Енді осыны
15 минутқа кішкене ғана тындырып аламыз. Үшін біз осындай пакетикті аламыз да, осы пакетикке саламыз. Ешқандай ауа кірмейтіндей етіп, орап, ауа қалдырмаймыз ішінде. Осыны қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін тестімізді ашып шығарамыз. Содан кейін конвертик жасаймыз. Конвертикті қалай жасау керек екенін қазір көрсетемін. Бұлай қамырымыздың шетінен бастап, осылай басамыз. Бұл процесті не үшін істейміз? Себебі қамырдың ортасы тығыздалып, ешқандай ауа қалып қалмас үшін. Егер де осы процесті дұрыс істеген болсаңыз, бірнеше рет қайталап істеген болсаңыз, сіздің қамырыңыз ешқандай үзілмей шығатын болады. Қанша соқсаңыз да қамырыңыз үзілмейді. Сондықтан осы процесті жақсылап тұрып жасауға тырысыңыз. Жасап алдық қой, жай кәдімгідей. Енді осыны осылай бір-біріне қарай біріктіреміз. Біріктіріп тұрып, тағы да осының үстін басып шығамыз. Арасында ауа қалмауы қажет. Ешқандай да тесік, ауа қалмау керек. Соған қатты мән беріңіз. Арасы бір-біріне бірігіп кететін болады. Міне, осылай тағы да ауа қалдырмаймыз. Тағы да айтамын, ауа қалмауы керек. Ауа қалмас үшін былай жасайық. Сіздерге лайфхак айтайын. Мысалға сіз мынаны осылайынан ашып бүктедіңіз ғой. Бүктегеннен кейін сразу мына ортасын бетіп басып алыңыз. Себебі ауа ортасына жинақталады ғой. Сосын шетіне қарай жіберіңіз осылайынан. Сол кезде ауа қалмайтын болады. Міне қараңызшы, тестіміз қандай жұмсақ, сап-сары прям. Жұмсақ дегенде өзінің бір несі бар, жұмсақтығы болады. Енді мынаны осылай бүктеген кезде осылай бүктейміз и дәл жаңағыдай ортасын шетіне қарай ысырып отырамыз. Енді осыны біріктірген бойда біз енді теп-тегіс көрдіңіз ғой. Осыны тағы да жаңағы пакетімізді алып, ауа өтпейтіндей болу керек. Ауа тесік па, тесік емес па, қарап алыңыз пакетіміз. И потом ішіндегі бүткіл ауаны осылай шығарамыз да, пакетімізді осылай 15 минутқа тағы да тынықтырамыз. 5 минут уақытымыз өтті. Енді тестімізді пакеттен шығарып, тағы да дәл осындай процесс жасаймыз, қайтадан конвертик. Осыны тағы да пакетке салып 15 минут бойы тындыратын боламыз. Тағы да осының 15 минут бойы тынғанын күтетін боламыз. 15 минут уақытымыз өтті. Тестімізді алып, енді осылай жасап шығамыз барлығына. Жасап, мына шетінен бастап уже қайырып ораймыз. Мынандай ауа қалған жер болса, біріктіріп жібереміз. Тағы да 15 минутқа тындырып қоямыз. Тестіміз тынды. Енді осы тестіні орап аламыз.
Енді осыны осылай. Міне, қараңыз. Мынаны осылайынан бүктейміз. Осылайынан тартып жұламыз. Міне, көрдіңіз ғой. Тестіні сразу жұлған жағыңыздан ұстап, осылайынан құрт тәріздес етіп жасап тастаймыз. Міне, қараңыз. Пакетке салып 5 минут тындырып аламыз. Бір шағында отысымызға осылай сұйық май құйып дайындап аламыз. Бізге сұйық май қажет болады. Міне осындай кисточка алып алыңыз өзіңізбен бірге. Кисточка жоқ болса, қолыңызбен жасай беруіңізге болады. Енді біз осы қамырымыздың барлығын пілтелеп шығамыз. Мына екі жағынан, мана көрсеткендей, екі жағынан бүктеп, осылай жасап аламыз. Осылай. Және де тек қана қолдың мына жағын пайдаланбаймыз, алақанды пайдаланбай, тек қолдың бастарымен ғана осылайынан дөңгелетіп шығамыз. Қолдың басымен ғана. Майды алып, кішкене ғана қолыңызды майлап аласыз. И дальше. Бір-бірінің үстіне қойған кезде араларына май жағып отырамыз. Енді осы тестімізді тағы 5 минут осылай қалдырамыз. Міне, 5 минут тыныққаннан кейін менде поднос жоқ, бірақ осындай противень бар. Осы противеньге аз ғана май жағып аламыз. Жағып шығамыз. Және де міне пілтелеп алған лагмандарымыздың тестісін осылай ұзын етіп жаямыз. Тек қана алақанды пайдаланбаймыз, тек қана саусақтарымызбен ғана жасайтын боламыз. Алақаныңызды пайдаланбайсыз. Қамырларымыз осылай созып дайындап алдық. Енді осының бетіне майымызды жұқалап, жақсылап жағып шығамыз. Енді осының бетін осындай салафанның бір шетінен жыртып, осымен шеттерінің барлығын жабып тастаймыз. Осылайынан ауа кірмейтіндей етіп жауып қоямыз да, міндетті түрде қадағалаңыз, ауа кірмейтіндей болсын. Ауа кіретін болса, қамырымыз кеуіп, созылған кезінде жыртылып кетуі мүмкін. Осылай етіп жауып қалдырасыз, жарты сағатқа осылай жауып қалдырамыз. 1 сағатқа қалдырсаңыз болады, 2 сағатқа қалдырсаңыз, еще лучше әдемі болып созылатын болады. 30 минут өтті. 30 минуттан кейін барлығын бетін ашпаймыз, тек осы жерді ғана ашып, өзіңізге керекті деген мөлшерде алып аласыз да. Мен маған үшеуін осыны созып көрсетемін. Осылай екі шетінен ұстап, мына шетінен және мына шетінен ұстай отырып, қысып ұстайсыз и осылай созамыз. Көрдіңіз бе, тестіңіз әдемі созылады. Бір істегеннен ғана шығады. Және де осылай бастарын біріктіріп, мына жерге қолыңызды өткізіп,
осылай. Ешқандай үзілмейді, міне қараңыз. Осылай сілкілеп отырып созасыз. Не, көрдіңіз бе? Тестіңіз ешқандай үзілмейді. Қанша созсаңыз да, осы мен айтқан рецептімен жасасаңыз, егер дәл барлығын мен айтқандай жасап шықсаңыз, үзілмей шығады тестіңіз. Не, өте әдемі. Қараңызшы міне тестіні. Өте әдемі және дәмді болып шығады, иншалла. Осылай тестіміз әдемі болып шықты. Енді осы тестінің шеттерін кесіп тастаймыз. Жаңа қолыңызбен ұстаған жері бар ғой, соны кесіп алып тастайсыздар. Қайнап тұрған суға 1 минутқа салып пісіріп аласыз. Содан кейін мұздай суға салып аласыз. Прям қайнап қатты мұздай суға салып аласыз. И дастарханға ұсына берсеңіз болады.